Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлзада. Бүгін сіздермен өте тойымды және дәмді болып шығатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен керек заттарымызды дайындап аламыз. Қияр, сарымсақ, қызанақ, жасыл болгар бұрышы, сұйық май, жұмыртқа, цветной капуста және майонез керек болады. Ең бірінші алдымен біз цветной капустамызды осылай бөліктерге бөліп аламыз. Суға салып жағамыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться кнопкасын басып, тіркеліп алыңыз. Енді қайнатамыз. Цветной капустамызды осылай қайнатып аламыз. Қайнатып алдық. Енді цветной капустамызды тағы да майда бөліктерге бөліп турап шығамыз. Қатты майда болып кетпеу керек. Осылай видеодағыдай етіп тураймыз. Турап алдық. Енді ыдысымызға бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Араластырған жұмыртқамызға цветной капустамызды салып, араластырамыз дұрыстап. Араластырып алдық. Енді табамызға сұйық майымызды құямыз. Қызып тұрған сұйық майымызға цветной капустамызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Осылай қызарғанша қуырып, сүзіп аламыз. Енді қалған көкөністерімізді тураймыз. Қиярымызды екіге бөліп, дәл видеодағыдай етіп турап аламыз. Қиярымызды турап алдық. Ыдысымызға салып, қызанақты екіге бөлеміз. Осылай артық жерін алып тастаймыз. Видеодағыдай етіп, қызанағымызды турап шығамыз. Қызанағымызды турап алдық, ыдысымызға салып, болгар бұрышында дәл видеодағыдай етіп турап шығамыз. Салаттың рецебін описанияға жазып қоямын. Осылай видеодағыдай етіп ұзыншалап турап аламыз. Каналыма жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде жазылып, аптасына жаңа рецепттер шығып тұрады. Жасыл болгар бұрышын турап алдық. Енді жаңағы цветной капустамызды саламыз. Енді майонезімізді дайындаймыз. Майонезімізге сарымсақты чеснокодавкадан өткізіп саламыз және тұз салып араластырамыз. Осылай араластырып, салатымызға саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер, міндетті түрде комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.